Құрметті достар, бауырлар, ағайындар, құрметті оқырмандар, баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Спорт сүйер қауым. Қолға бинт орау тәсілі. Оп-оңай тәсіл. Жалпы бинт ораған кезде бинттің метрі 5 метр болу керек. 5 метрден төмен болып қалса, бинт қолға жетпей қалады. Нақты қолға жету үшін 5 метр алдық. Сол кезде тамаша болады. Бинт ораудың тәсілі өте көп. Соның бірі бинт орау тәсілі өте көп. Соның бірі оңай тәсілдердің бірі қараңғы көріндіру енді. Қолға мінекей бас жағын аламыз. Осы алтаққа кетіп бар ғой. Осы бас жағын алды, орамыз. 1, 2, 3, 4 орады, қолдан шығарамыз мінекей. Қолдан шыққаннан кейін мінекей. Мынау сүйектердің үстіне қоямыз мінекей. Сүйекке қойылды. Сүйекті қойғаннан кейін үстіне мінекей іліп алып кетеміз. Бір іліп алып кеттік, сүйектің үстіне 2 іліп алып кеттік мінекей. 3 іліп алып кеттік. 3 іліп алып кеткеннен кейін қолды былай ұстаймыз. Қолда сүйегімізде нық тұр. Осы алғаннан кейін мына жаққа бір мәрте аламыз мінекей. 1, 2 орадық. Екіншісінде мынау бас бармақ кетеді. Былай аламыз. Одан кейін екінші саусағымыз келеді, мінекей, 2 алдық. Үшіншісінде мінекей, үшінші саусақ кетті. 1 алдық. Төртіншісі мінекей алдық. Былай алдық. Айралған сайын қолды жоң отырамыз. Мінекей 5-шісі кетті. Мінекей. Мына жаққа тағы да мінекей 1 орадық. Осыдан кейін мына жаққа келеді. Үстіңгі жаққа жағы сүйектің үстіне 1 орадық мінекей. Жұдырықты ұстаймыз. Сосын мына жаққа алып кетеміз мінекей. Мінекей, қара көререн, қолдан ешқашан ауырмасын, қолдан ешқашан жарақат алмасын. Спортта болайық.